بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه أما بعد السلام عليكم құрметті жамағат. تعليم المتعلم кітабы бойынша сабағымызды жалғастырып, бүгін فصل في النية في حال التعلم тақырыбына келдік. Ілім алу кезіндегі ниет бабы, ниет бөлімі. Ілім талап еткен адам міндетті түрде ниетпен бастау керек. Енді оның ниеті қандай болу керек? Жалпы ниет деген бұл барлық нәрсенің негізі болып табылады. Еш нәрсені адам ниетсіз жасамайды. Мешітке келсек, ниетпен келеміз. Жұмысқа барсақ, ниетпен барамыз. Тамақ ішейін деп жатсақ, оған да ниеттенеміз. Яғни ниет деген тұрып, арнайы мен ниет еттім, тамақ ішуге, қолыма қасық алдым деген сөздерді айту емес. Ниет деген жалпы мағынада ол адамның жүрегінде не істейін деп жатқандығын білуі. Осы араб тілінде ниет деп аталады. Яғни сіз қандай да бір жұмыс тірлікті жасайын деп жатқан кезде, соны біліп тұрасыз, өзіңіздің не істейін деп жатқаныңызды. Осы іштегі білім сіздің ниетіңіз болып табылады. Мешітке келген кезінде неліктен ниетті тілменен айту қажеттілігі жоқ. Себебі мешітке келе жатып сіз мен асыр намазын оқуға бар жатыр. Дәрет алайын деп жатқаннан бастап, азанның дауысын естігеннен бастап асыр кірді. Асырға дәрет алуым керек, асырды оқуым керек деген ниет тұрады. Демек, ниет бүкіл нәрсенің негізі, бүкіл амалдың, іс-әрекеттің негізі болып табылады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде иннамал а'малу бинният деген, расында амалдардың барлығы ниетпен деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде қаншама амалдар бар бұл өмірде. Оның кейпі, суреті дүниелік амалдар болып көрінеді. Дүниелік амалдар болып көрінеді. Бірақ ниеттің көркемдігінен, дұрыс ниет жасағандығынан ол ақыреттік амалға айналып кетеді. Және де қаншама амалдар бар, суреті ақыреттік амалдардың суретіндей. Бірақ ниеттің нашарлығынан ол дүниелік амалдарға айналып кетеді. Яғни, ұйықтайын деп жатып адам ниеттенсе, мен тұрғаннан кейін жаңа күшпенен Аллаға құлшылық қыламын. Жаңа күшпенен Құран оқимын, жаңа күшпен намаз оқимын. Немесе жаңа күшпенен құрылысқа кірісемін, жаңа күшпенен нәпақа табу жолына бастаймын. Өзімнің жанұямды адал жолменен бағып қағу үшін деген ниетті жасайтын болса, ұйқы деген ақыреттік, яғни шариғатымызда бір құлшылық емес қой бұл. Ұйқы деген адамның өзіне жеке қажетті осы дүниелік амал. Бірақ сол дүниелік амалды жасайтын кезінде ниеті ақыреттік амал үшін болатын болса, онда ұйқысының өзі не болып кетеді? Ғибадат болып кетеді екен. Дәл сол секілді тамақ та, дәл сол секілді басқа да дүниелік амалдар. Және де кім намаз оқиын деп жатып, адамдар мені көрсін, мен қалай керемет намаз оқимын, мен ұзағынан оқимын, мен керемет әуендетіп оқимын, мені адамдар көріп, маған мақтау айтсын деген ниетпен ақыреттік құлшылықты дүниелік ниетке айналдырып жіберетін болса, ниеті нашарласа, онда әлгі ақыреттік амал дүниелік амалға айналып кетеді. Ақыретте оның ешбір сауабы да, үлесі де қалмайды. Демек, жаңа ниет бүкіл амалдың негізі деген сөзіміз бұл қағида екен. Ниетіңіз қандай болады, амалыңыз сол ниетіңізге ереді. Енді ілім талап етуші адам ілім алатын кезінде ең бірінші Алланың разылығын үміт ету керек. Соған ниет ету. Алланың разылығы. Мен бұл ілімді не үшін алып жатырмын деген сұрақ қойса, өзіне өзі жауап беру керек. Мен бұл ілімді Алланың разылығы үшін алып жатырмын. Бұл біріншісі. Екіншісі,
Енді әрине Алланың разылығы үшін алынған ілім ол ақыретті үміт етіп алынған ілім деген сөз. Екіншісі өзіндегі надандықты жою үшін, кетіру үшін. Мен білмеймін көп нәрсені, осы білмейтіндігімді жою үшін мен білім алуым керек деп өзі үшін ниет жасау керек. Одан кейін айналасындағы қалған адамдардың надандығын жою үшін ниеттену керек. Дәрежемен келе жатырмыз, деңгеймен келе жатырмыз. Төртіншісі болатын болса, дінді тірілтіп, ислам діні жер бетінде өмір сүруін жалғастыру үшін алу керек. Яғни, біріншісі Алланың разылығы үшін дедік. Еш нәрсе үшін емес, бірінші ниетімізді тазалап аламыз, Алланың разылығы үшін ғана. Маған еш нәрсе қажет емес бұл ілімді алғаннан. Алла разы болса болды менен. Екінші, бұл ниетті жасағанымыздан кейін, енді мен наданмын ғой, мен білімсізбін ғой. Алланың разылығына мен біліммен жетуім керек деп, соны не істеу керек? Ниеттену керек. Одан кейін барып, енді өзімнен артылса, айналамдағыларға пайда тигізейін. Балама айтайын, әкеме айтайын, анама айтайын, қарындасыма айтайын, ағайын туысыма айтайын, көрші қолаңыма, жора жолдасыма, осылардың барлығын ілімменен дінге шақырайын. Одан кейін барып, енді осы айналамызды пайдамыз тиіп жатса, онан кейін енді ислам діні не қылу үшін? Тірілу үшін, күшею үшін, ислам діні өзінің өмірін жалғастыру үшін, қандай да бір сырттан күмән кіргізетіндер, түрлі жаман пиғылдарменен келіп ислам дінін бұзғысы келетіндерге мен жауап беруім керек. Өзімнің дінімді қорғап қалуым керек деген ниетке көшуіне болады. Ал қарасаңыздар, Алланың разылығы үшін деген кезде мен ешкім үшін алып жатқан жоқпын. Яғни, мен осы іліммен ертең барып, бір жерде жұмыс істеймін, ол жерден нәпақа табам. Мен бұл алған ілімді өзімнің өзімді қоректендіруім үшін, азықтандыруым үшін, мал табуым үшін, абырой табуым үшін, адамдардың алдында мақтаулы болу үшін деген ниет жоқ. Мен Алла разылығы үшін алам. Басқа маған ешкім қажет емес, ештеңке қажет емес деген ниет болды. Енді осыдан артылса, адам одан кейін не істейді? Енді өзін туралауды бастайды. Одан кейін айналасын туралауды бастайды, дұрыстауды. Онан кейін барып, бүкіл ислам дініне қызмет етуді бастайды. Ал осы кезеңдерде, осы деңгейлердің әрқайсысы өзіне жараса ілімді талап етеді. Алла разылығы үшін деген, ол аз-маз ілім болса да Алла разылығы үшін. Бір сүре жаттасақ та, екі сүре жаттасақ та, онан кейін өзімнің надандығымды кетіру үшін деген кезінде одан ілімді ауқайтуымыз, көбейтуіміз керек болады. Намаз қалай үйренуім керек, қателессем не істеймін, ораза қалай ұстауым керек, аузым ашылып кетсе не істеймін. Онан кейін өзгеге үйретуге келген кезінде одан да көбірек ілім алуыңыз керек болады. Өйткені ол сұрақ қояды, сіз оған жауап беруіңіз керек. Ал енді ислам дініне қызмет қылам десеңіз, ол тіптен ауқымды ілім алу керек болады. Себебі мына жақтан христиан келеді, мына жақтан атеист келеді, мына жақтан философ келеді, мына жақтан тәңіршілдер келеді, мына жақтан өтірік сопылар келеді, мына жақтан уахабилер келеді, мына жақтан пәлен түген, таусылмайды ешқашанда. Солардың барлығына өздеріне жараса жауап беретіндей адамда ілім болу керек. Ол Құраннан, ол хадистен, ол ақылдан, ол ғалымдардың сөздерінен, ол тарихтан, ол тәпсірден, бұның барлығы үлкен ілімді талап етеді екен. Және де ең тағы бір нәрсе, зухд дегеніміз, тақуалық дегеніміз, бұл ілім надандықпенен болмайды ешқашанда. Ешқашанда адам тақуалыққа надандықпен жете алмайды. Егер де адам ілімсіз тақуа болам десе, бұл соқыр тақуалық деп аталады. Және де адам ілімсіз зухд жасаймын десе, бұл адам еш уақытта оған қол жеткізе алмайды. Зухд дегеніміз не дедік? Дүниені жүректе емес, қолда ұстау, жүректі иманға беру. Жүрекке дүниені кіргізбеу. Осындай дәрежеге жетем десе, бұл адам ілімсіз жете алмайды. Және де тақуалық жасаймын десе, ол адам еш қашанда ілімсіз тақуалық жасай алмайды. Қай кезде Алладан
қалай қорқуың керек, қалай тәуекел етуің керек, қалай сабырлық жасауың керек. Ол адам еш уақытта не қыла алмайды. Тақуалық жасамайтын кезде тақуалық жасап кетеді, тақуалық жасайтын кезінде тақуалық жасай алмай қалады. Яғни әр нәрсені өзінің орнына қоя алмайды. Одан кейін осы бұл ілімді алу кезіндегі ниеті. Қосымша ниет Алла тағалаға шүкір етуді ниет ету керек. Неліктен? Не үшін десе, ақыл берген үшін, және де денсаулық берген үшін. Адам ілім алу үшін не керек? Дені сау болу керек, және де ақыл керек оған. Дені сау емес адам қазір сабағымызға қатыса алмайды, және де ақылы түбегейлі жоқ адам, яғни тума немесе ақылын жоғалтқан, қандай да бір соққы тиіп, ақылынан айырылған, адасқан адам сабағымызға қатыса алмайды. Бұл мәселелерді түсіне алмайды. Ал бұндай терең мағыналарды, мағлұматтарды, мәселелерді түсіну үшін адамға өте терең ақыл ой керек. Енді сол ақыл ойды беріп жатқан Алла тағалаға шүкірді де ниеттен қоюымыз керек. Әр сабағымызға келген кезімізде Алла маған шүкір, бірінші денсаулық бердің осы жерге келуіме, өз аяғымменен, өз қолыммен жетіп келдім. Және де Алла тағала осы сабаққа келіп түсінуім үшін маған ақыл берді. Аллаға саған сансыз мақтаулар, шүкірлер болсын деп, әр сабаққа келген сайын осы нәрсені ұмытпауымыз керек екен. Осы нәрсені ниеттеніп отыруымыз, жүруіміз керек екен. Адамдарды өзіне қаратуды еш уақытта ниеттенбеу керек. Бұл өте қиын нәрсе. Ойламаңыздар, имамдар, ұстаздар, жаңағы жұмыстары жеңілдеп. Бұл өте қиын нәрсе. Себебі адамдардың барлығы қарап отырған кезде, тыңдап отырған кезде адамға өз-өзіне таңғалу деген нәрсе келуі мүмкін. Мен не деген адамдарды тыңдатып отырмын? Аузыма қаратып отырмын. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деп кетуі мүмкін. Алла сақтасын. Бұл өте қауіпті нәрсе. Және де адамдардың мақтауына, адамдардың сый-сияпатына, адамдардың тыңдауына, барлығына адам үйреніп қалуы мүмкін, құштар болып қалуы мүмкін. Ниет өзгереді. Бұндай кезде адам өз-өзін ұстап отыру өте қиын нәрсе. Ең тынышы шәкірт болған, ең рахаты шәкірт болған. Ұстаздық деген нәрсе өте оңай нәрсе емес, өте қиын нәрсе. Себебі айтқан нәрсеңе өзің амал ету керексің. Онымен қатар айтып жатқан кезде ниетті Алла разылығы үшін ұстап отыру, сақтап отыру, бұл өте қиын нәрсе. Себебі екі жүзділік деген нәрсе, кібірлік деген нәрсе, көрер көзге жасап қою деген нәрсе, бұлардың барлығы қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде қара құмырсқа жүріп баратқандай адамның жүрегіне байқаусыз кіріп кететін дүниелер. Бұдан сақтанып отыру өте қиын. Сондықтан да ілім алар кезден бастап адам өз-өзін істеу керек, қамшылау керек. Мен адамдарды бетіп өзіме қарату үшін емес. Және де дүние жинау үшін емес. Ілімді дүние жинау үшін алып жатқан жоқпыз. Біз қазір қандай ілім жайында айтып жатырмыз? Діни ілім жөнінде айтып жатырмыз. Енді бір ілімдер болады, ол ілімдерді алған кезде адамның ниеті дүние жинау. Ол дұрыс. Мен мынаны ілім алам, осы ілім ертең мені асырайды. Бұл дұрыс нәрсе. Құрылыс. Өз жердегі ниетіңіз ақша табу бірінші. Және де ол ниетті жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Дүниелік амалдар бар, суреті. Бірақ ақыреттік амалға айналып кеткен. Құрылыс жасап жатқанның өзінде осы құрылыстың ішінде салиқалы адамдар тұрсын, мұсылмандар тұрсын. Мен жақсылап салып берейін осы құрылысты. Немесе мен жақсылап емдеп жіберейін осы адамды, ауырмасын. Аллаға сау денсаулығыменен құлшылық қылсын деген жақсы, қандай да ниетті адам, қандай да іс-әрекетті жасамаса да салиқалы ниетпен жасайтын болса, ол сөзсіз Алла үшін болып тұрады. Және де адам сұлтанның алдында неге атаққа, абыройға,
марапатқа ие болу үшін ілім алмау керек. Мынау кітаптың басында және де басқа кітаптарда да ғалымдарымыз айтады, ертедегі ғалымдар болған кезде, ертедегі адамдар фиқ ілімін алатын болған. Не үшін десеңіздер, сұлтанның алдында, о кезде сұлтан деп аталады, патшаның алдында, жанында болып, адамдарға пәтуа шығару үшін, яғни қазы болу үшін, қады дейді ғой, әкім болу үшін, хаким, қады, қазы болу үшін. Ол уақытта кәдімгі мемлекеттен айлық төленетін болған, қазіргі жоғарғы сот секілді. Сот дейміз ғой, судья. Соның тірлігін кезінде кәдімгі шариғатпен атқаратын болған. Соның өзінде адамдар шариғатпен үкім шығарып беріп жатса да, бірақ ниеттер не болып кеткен? Мен сұлтанның жанында отырам, қандай да бір мәселе болатын болса, сұлтан менен сұрайды пәтуасын, мен пәтуасын беріп отырам. Жоғарғы сот. Ақиданы болатын болса, адамдар жаңағы өзге діндермен, адасқан топтарменен пікір таласып, соларды жеңіп, сұлтанның алдынан, қолынан марапатқа, сый-сияпатқа ие болу үшін алатын бар. Бұл әр уақытта қалмайтын мәселе. Адамға жағымпаздану, дүние үшін тірлік жасау, атақ абырой үшін, мансап үшін қимылдау, бұл еш уақытта қалып кетпейді. Бұл жүре беретін дүние. Бір кезеңдерде бұл күшеюі мүмкін, бір кезеңдерде әлсіреуі мүмкін, бірақ еш уақытта адамдардың қатарынан қалып кетпейді. Имам Мұхаммед былай деген: бүкіл адамдар менің құлдарым болатын болса, олардың барлығын азат етіп жіберетін едім деген. Және де олардың үстінен басшылықты, олардың үстіндегі менің өзімнің басшылығымдан мен бас тартар едім деген. Яғни бұл жерде бұл ғалымдар өз заманында өте ұлы ғалымдар болды. Өте ұлы. Біз ондай ғалымдарды қазір бұл заманда таппаймыз да, көрмейміз де. Бұлардың атағы тұрған жерлерінен бүкіл ислам әлеміне тараған ғалымдар. Бүкіл ислам әлемі таниды. Ислам әлемі былай тұрсын, басқа грек философтары, атеистер, христиандар, яһудилер, мәжусилер бәрі танитын болған. Христиандар келетін болған, ана жақтан философтар келетін болған. Пәлен ғалым деген бар, сонымен барып сөз таластырайын, пікір таластырайын деп арнайы келетін болған, сапарши. Сондай ғалымдар болған. Бүкіл, яғни аты әлемге тарап. Сонда бұл ғалымдар не деп жатыр? Егер де бүкіл адамзат менің құлым болатын болса, құлдарым болатын болса, олардың бәрін босататын емді, басшылықтан бас тартатын емді. Сондай деңгейдегі адамдар болған. Қазір керісінше бәрі мені тыңдаса екен, менің атым шықса екен, менің сөзім сөз болса, қалғандарының сөзі жер болса екен деген ниетте көпшілік осындай ниетке беріліп кетеді. Кімде-кім ілімнің ләззатын татса, шынайы ілімнің ләззатын татса, амалдың ләззатын татса, сол ілімге амал етудің ләззатын тататын болса, онда ол адамдардың қолындағы нәрсеге еш уақытта қызықпайды дейді. Еш уақытта қызықпайды. Себебі бұл ілімді де, ілімге амал жасауды да бұзатын нәрсе. Келеміз. İmam el-Acel, Ustaz Qavamuddin Hamad ibn İbrahim ibn İsmail as-Saffar al-Ansari деген ғалым, бұл Хаммад кімнің? Имам Абу Ханифаның ұстазы тікелей. Имам Абу Ханифаға жаңа не қылған? Айтып тұрған Имам Абу Ханифа жазған. Кімде-кім ілімді ақырет үшін алатын болса, онда тура жол менен үлкен неге жетті дейді? Үлкен сый-сияпатқа жетті дейді. Яғни оған тура жол ашылды, ол сол тура жол ашылып, үлкен сый-сияпатқа жетті. Ол сый-сияпат не? Алланың разылығы және де жәннат.
Ал енді адамдардың қолындағы нәрсеге жетем деп ілімді талап еткен адам қасіретке ұшырады. Бұны өлең шумағымен жазған арабша. Енді бірақ бір не бар бұл жерде, бір нюанс деген не дейді қазақша? Бір мәселе бар да. Ол мәселе бұлай. Жаңағы адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю үшін кейбір кезде бір абырой, бір атақ, бір мансап керек болады. Мысалы, біздің күніміздегі мәселе. Сіз адамдардың алдына шығып бір нәрсені айтуыңыз үшін қолыңызда қазір не болу керек? Диплом болу керек. Мынау оқыды, куәлік болу керек. Шахада. Мынау пәлен осындай нәрсені оқыған, пәлен нәрсені бітірген. Немесе жай ғана бакалаврдың дипломы жеткіліксіз болады кейбір жерлерде. Енді магистратураны оның куәлігі болмаса, сіз тұрып сөйлей алмайсыз. Енді магистранттардың ішінде не керек? Енді олардан озып шығып, тағы бір одан да үлкен деңгейлерде сөйлеуіңіз үшін докторант болу керексіз. Докторлық куәлік болу. Одан да жоғары кетем десеңіз, академик болу керек, профессорлық не болу керек? Адамда сондай мансап, сондай не болу керек? Сондай қолында қағаз болу керек. Сол қағаз болса ғана ол сөйлей алады, болмаса сөйлей алмайды. Енді осындай нәрсеге жетіп, сондай деңгейде сөйлеу үшін сондай адамдардың арасына ақиқатты жеткізіп, қазір өкінішке орай қазақ жерінде, қазақ қоғамында бар ғой, әдебиетшісі де, жаңағы медицина оқығаны да, философы да, физигі де, ақыны да, әншісі де, саясаткері де, бизнесмені де, менің ойымша діннің ішіндегі бір мәселені келеді да, менің ойымша бұл бұлай болу керек дейді. Сенің ойың ол бейшара, сенің ойың ғана. Сен бейшарасың. Сен ешкім емессің ондай сөз айтатын. Себебі сенің ойың ол адамның ойы. Сенің ойың ол қысқа. Алла тағаланың діні терең, ауқымды, барлық нәрсе жазылып қойған ол қағида, ол ереже. Сенің ойың ондай қағиданы, ережені, Құдайдың сөзін, Құдайдың қағидасын өзгертетіндей сен ешкім емессің. Сен ешкім емессің. Сен бір тамшы иісі бар судан пайда болғансың. Әлсіз едің. Анау бір деңгейге жеткен кезінде, қалтаңа ақша біткен кезінде, мына жеріңе бір нәрсе тағылған кезінде, қолыңа бір қағаз куәлікке ие болған кезінде менің ойым деп шықтың. Сен ешкім емессің. Діннің жөнінде менің ойымша ол бұлай болу керек деу, жаңа заманымыз өзгеріп бар жатыр, соған сай амал етуіміз керек. Үйтіп айтатын сен ешкім емессің, ешкім емессің. Кім болмасаң, ол болып кет, аспанды көтеріп тұрған жоқсың. Бүкіл адамдарды тамақтандырып тұрған жоқсың. Бүкіл жан-жануарларға ризық беріп тұрған жоқсың. Жиған тергеннің қалтаңа тығып жатсың, соған қарамастан адамдарға ақыл үйреткің келеді. Дінді өзіңнің ойыңа салғың келеді. Сен ешкім емессің. Дін бұл өте таза нәрсе, таза жолмен келген дүние, сондықтан да дін солай қала беруі керек. Дін заманға, уақытқа, заманды да, мекенді де өзіне бағындырған нәрсе. Бірақ уақыт пенен мекен дінді бағындыра алмаған. Яғни, бұл дін 1400 жыл бойы бүкіл уақытқа жарамды болып келе жатыр. 1400 жыл бойы бүкіл мекенге жарамды болып келе жатыр. Бірақ ешбір басқа жазылған еңбек жоқ, бүкіл уақытқа, қоғамға, мекенге сәйкес болып келе жатыр. Біздің ата-бабаларымыз шығарған әдет ғұрыптар қазір жарамсыз, біз оны ұстанғымыз келмейді. Жарамсыз, адамның қолынан шығарылған дүние. Немесе анау кезіндегі гректерде, римдерде, ағылшындарда, француздарда шыққан заңнамалар жыл сайын ауысып жатыр.
себебі ол мекенге, ол уақытқа жарамсыз. Қай мекенге барса, сол мекенге лайықты, сол жерге лайықты заң жазылады. Немесе ғасырға, заманға сай уақыт жазылады. Не заңы жазылады. Дін болатын болса, уақытты да, мекенді де өзіне бағындырылған. Енді осы үшін жаңағыдай арнайы орталарда, арнайы жерлерде дін, ақиқат айтылуы үшін мансапты, атақты немесе дүниені адам жинауына болады. Мен ақиқатты жеткізем деген ниетпен бұл. Өйткені білесіздер ғой енді, қаншама бизнесмендер бар. Олардың араларына біз кіре алмаймыз. Олар секілді киіне алмаймыз. Олар секілді үйіміз жоқ. Олар секілді көліктеріміз жоқ. Олар секілді байлығымыз жоқ. Сондықтан да бізді менсінбейді. Оларға барып ақиқатты айтсаң да олар тыңдамайды. Бірақ араларына керемет костюм шалбарменен, пәлен деген фирманың крокодилдің терісінен тігілген аяқ киімменен, Rolls-Royce сынды мәшинелерменен көкіректі көтеріп, қолға алтын сағатты тағып кіріп барсаң, сөзің өтеді. Бұл таптық, не дейді? Бұл да ешқандай қоғамнан, бұл дүниеде еш уақытта қалып қалмайды. Бұл санау пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі жүрген кезінде арабтардың жағдайында болды. Онан кейін де қалған жоқ. Онан кейін де жалғасып келе жатыр. Бұл қиямет күнге дейін баратын дүние. Сондықтан да ниет ең бастысы тура болуы керек екен. Бірақ енді мен жақсылыққа шақырам, жамандықтан қайтарам деп жүріп, жаңағыдай мынандай абыройға жетіп алайын, мынандай атаққа жетіп алайын деп жүріп, сол атақ пен абыройдың артынан кетіп қалмауда, бұған да кепілдік жоқ. Бұған да кепілдік жоқ. Сол себепті адам баласы ниетті әрдайым жаңартып жүруі міндетті. Али радиаллаху анхудың атақты сөзін білесіздер. Мен соғыста қылыш сермеп шаршаған жоқпын. Али радиаллаху анху бір соғыста 9 қылышты сындырған. Сондай шайқасқан батыр бір соғыста 9 қылыш қолына сынып кеткен. Ұрған кезінде қылыштың өзі сынып кете беретін болған. Сол батыр мен ниетті жаңартып шаршадым деген. Ниетімізді жаңартып алайық иншалла. Жалпы адам баласы ілімді алу бұл оңай емес. Қазақта не дейді? Ілім инеменен құдық қазғандай дейді. Енді осындай қиыншылықпенен ілімге жетіп алып, одан кейін оны болмашы алдамшы адамдардың қолындағы мал мүлікке, дүниеге айырбастап жіберу, сатып жіберу, бұл өте жаңағыдай қиын нәрсе болып табылады. Бұл опасыздық болып табылады, Алла сақтасын. Жалпы адамдардың қолындағы нәрседен адам ешқашанда дәм етпеу керек. Дәм ету деген харам нәрсе. Тыйым салынған, дәм етпеу керек. Ананың қолындағы менде болса екен, маған беріп қалам екен, маған ұсынып қалам екен деу, бұл харам нәрсе. Адам ешқашан дәм етпеу керек. Бұл не болып табылады? Адам баласы дәм еткен кезінде ол беріле ма, берілмей ма, жете ма, жетпей ма дәм еткен нәрсесіне екі талай, құрақ абыройын төгеді, және де жағымсыз өзінің дәрежесінен айырылады. Және де бұл жерде Алла тағалаға емес, әлгі адамға сеніп қалу деген дүние бар. Яғни, осы маған берем екен. Құдайға үміт етуіміз керек, Құдайдың разылығынан, Құдайдың кеңшілігінен, жомарттығынан дәм етуіміз керек. Бірақ адамдардың несінен емес, адамдардың қолынан емес. Және де енді қысқаша қалды. Бұл тақырыпты аяқтай салайық, иншалла. Адам баласы ілімменен ілім иелерін төмендететін, қорлайтын нәрседен аулақ болу керек жалпы. Бір сөзмен айтқан кезінде ілімді де,
ілім иелерін де қорлайтын, төмендететін дәрежесін түсіретін нәрселерден адам баласы аулақ болу керек. Ол жаңа дәм ету, ол жаңағы біреудің қолына жұмыс істеу, біреуге жаңағы пәтуаны сату деген секілді мына христиандарда көп болған. Ілім иесі, ілім алушы адам бұл өте кішіпейіл болу керек. Кішіпейілдік дегеніміз болатын болса, бұл көрінгеннің алдына бас ие беру емес. Кішіпейілділік деген тәкаппарлық пенен кішіпейілненің қорлықтың екеуінің ортасында тұратын дүние. Тәкаппарлық пенен қорлықтың ортасында тұратын дүние. Яғни адам тәкаппар болып кетпеу керек. Себебі тәкаппарлық ол тек қана Аллаға жарасады. Тек Алланың сипаты. Тәкаппарлық адамның сипаты емес. Енді адам қор болып та кетпеу керек. Өйткені адам ол құрметті жаратылыс. Екеуінің ортасында ұстау, өз-өзін ұстау керек. Яғни біреу келіп себепсіз қорлағысы келіп тұратын болса, адам оны жібермеу керек ешқашан. Ілімді қорлайын деп тұрған болса, онда ол көрсету керек, айбат шегу керек. Бірақ бұл тәкаппарлық емес. Суреті тәкаппарлық болып тұрғандай, көрінгендей, бірақ ол тәкаппарлық емес. Ол қорғаныс, ол батылдық, ол батырлық, ол көрсетіп тұр. Және де енді қорлық деген жаңа біреу келіп дінді сөгіп жатса, бұл адамды сөгіп жатса, ілім иелерін сөгіп жатса, онда жаңа мен кішіпейіл екенмін деп жаңа тыңдап, қор болып, сіздікі дұрыс, ләппай тақсыр деп шығарып салу емес. Екеуінің ортасына тұратын дүние. Қорлық жаңағыдай күш көрсететін кезде, айбат шегетін кезде көрсету керек. Кішіпейіл болатын кезде кішіпейілдікті таныту керек. Үлкендердің алдында таза дұрыс жерде кішіге кішірейу керек, ізет көрсету керек, үлкенге құрмет көрсету керек. Бұл міне кішіпейіл. Екеуінің ортасында болу керек екен. Ілім алған адамда, ілім алып жүрген адамда және де ілім иесі де осындай сипатта болуы керек екен. Бір үлкен ғалым былай деген: тақуа адамның сипаты кішіпейілділік. Міне осылайша ол тақуалыққа және де жоғарғы биік мағыналарға, атақ абыройға жетеді деген. Кішіпейілдікпен жетеді деген. Енді надан адам болатын болса, оның жағдайы не деген ғажап деген. Не деген ғажап? Яғни ол өз-өзін мен бақыттымын ба, бақытсызбын ба деп ойланып жүреді. Осылай ойлануының өзі не деген ғажап деген. Яғни ол жерде ғажап дегенде таңғалу мәселесін айтып жатқан жоқ. Надан адам өз-өзін қалайша мен бақыттымын ба, мен бақытсызбын ба деп ойланады. Ол адам сөзсіз бақытсыз дейді, себебі ол надан. Енді ол мен бақыттымын ба, бақытсызбын ба деп ойланып жүру, бұл бір ғажап нәрсе дейді. Ол ойланбау керек, ол ақиқатында бақытсыз адам дейді. Немесе ол ойлау мүмкін дейді надан адам: мен өмірімді бақытты, яғни дұрыс, жаңағы жақсы өлімге қол жеткізем ба, әлде қиын өлім сәтіне тап болам ба деп ойланады дейді. Ол міндетті түрде, Алла сақтасын, қиын жағдайда өмірі. Өлімі де, өмірі де қиын жағдайда. Сонда кібірлік бұл Алла Тағаланың сипаты, ол Аллаға ғана тән, одан тақуалық қылып, одан аулақ бол дейді. Яғни бұл жерде надандықпенен кібірлікке салынып кетпе. Кібірлік ол Алланың сипаты деген нәрсені айтып жатыр. Имам Абу Ханифа былай деген бұл жөнінде: «Аззиму амаимакум ва вассиу акмамакум». Мына сәлделеріңді үлкейтіңдер деген, жеңдеріңді кеңейтіңдер деген. Неліктен бұл сөзді айтты десеңіздер, ол уақыттағы адамдардың кейпінде жаңағы барлығы әйтеуір бастарына не орайтын болған? Сәлде орап жүретін болған. Көпшіліктің өзі сәлде орайтын болған. Біз енді қазір тақия киіп жатырмыз ғой. Мына муфтияттың тақиясы дейміз. Ою мынандай,
мынау жай тақия деп киіп аламыз, мынаны имамдар киіп алады, мынаны жамағат киеді дегендей. Дәл сол секілді ол уақытта да барлығы сәлде орап жүретін болған бастарына. Сол кезінде имам Абу Ханифа ілім иелері, талиб илімдер, студенттер деп айтамыз қазір енді. Соларға айтқан өзінің шәкірттеріне: "Ей, ана бастарындағы сәлдені үлкен қылып орап алыңдар, көрсін" деген. Мынау ілім талап етіп жүрген адам. Мақтаныш үшін емес, сый құрмет үшін. Құрметтеу үшін, бұл ілім талап етіп жүрген адам екен ғой. Бұл шәкірт екен. Бұл ілім иесі, бұны құрметтеуіміз керек. Және де мына жеңдеріңді кеңейтіп алыңдар деген. Ол бейнесін, жаңағы ілім иесінің көрінісін көрсету үшін. Енді имам Абу Ханифаның осындай сөздеріне біз құлақ асуымыз керек екен. Және де имам Абу Ханифаның Әл-Уасия деген кітабында оқуымыз керек екен. Бұл кітапта имам Абу Ханифаның Уасия деген кітабын бізге өсиет қылып жатыр. Өзі кітаптың аты өсиет деп аталады. Уасия. Имам Абу Ханифаның өсиеті деген кітап. Сол кітапты оқуға бізге өсиет етіп жатыр бұл ғалым. Неліктен? Себебі оның ішінде имам Абу Ханифа өсиеттер жазған. Иншалла, Алла нәсіп етсе, ол кітаптарды оқимыз. Ол кітаптар әлі күнге дейін бар, баспаға түскен, кең таралған кітаптардың бірі. Иншалла, ол кітаптарға да қол жеткіземіз уақытында. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уақыт болып қапты, я?